Мысалы сіз Алматының төңірегіндегі атауларды күнделікті естіп жүргеніңізбен ол атаулардың не мағына беретінін білмеуіңіз мүмкін. Қаскелең, Шамалған, Боралдай, Есік тағы басқа атаулар жеткілікті. Енді осының арасындағы Қаскелең деген кім? Не үшін Қаскелең деп аталды? Бұл қазақша жер су атау ма? Әлде басқа халықтан келген атау ма? Тарих па? Ендеше оны тарих онлайннан тыңдаңыз. Ашық дерек көздерде Қаскелең бұл қалмақтың ер жүрек батыры әрі жоңғар билеушісі Шамал ханның бас батыры, мыңбасы лауазымын иеленген батыр болған. Қазақ тарихында өшпестей із қалдырған Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама жылдарында жоңғар әскерін бастап Жетісуды қанға бөктірген қолбасшылардың бірі. Кейбір тарихи деректерде Қаскелең батырдың шатыры бүгінгі Қаскелең қаласы маңында орналасқан екен. Ал сол Қаскелең батыр осы жерден бастап Нарынқолға дейінгі аралықтың билеушісі болған. Енді әрі қарай тыңдаңыз. Жоңғарлардың 1723 жылдарда басталған жойқын жорықтары қазақтарды есеңгіретіп тастағаны сондай, қорғануға шамасы келмеген қарапайым халық қолына ілінгенін алып бет-бетімен бытырай бірі тауға қашты, бірі орманға барып тығылды. Алғашқы шайқас жоңғарларға үлкен пайда келеді, алайда қазақтар жағы тез ес жиып, енді қарсы шабуылға әзірленеді. 1723 жылдары басталған Ақтабан шұбырынды заманында Наурызбай батыр 17 жастағы қылшылдаған жігіт болатын. Бұл уақыттары Жетісу жері, яғни бүгінгі Алматының айналасы түгелдей қалмақтардың қолына өтіп кеткен. Ал ондағы билікті Шамал хан деген жоңғар иеленеді. Келесі жолы осы Шамал ханның қазақтарға қандай азап көрсеткен туралы айтамыз. Әзірге Қаскелеңнің тарихын тыңдаңыз. Шамал ханның жанында сол кездері аты шыққан небір ер жүрек, Домбайыл, Боралдай, Қаңыр, Қаскелең секілді батырлар болады. Жаудан есесі кетіп, жерін қайтару үшін қазақ әскері қарымта шабуылға келе жатқан естіген жоңғар билеушісі өзінің мықты батырларымен атқа қонады. Шайқас басталмас бұрын Қаскелеңнің өткен өмірін тыңдап көріңіз. Яғни балалық шағын. Бұл адамның аталары 17 ғасырдың аяғына қарай қазақтардың қолына түсіп тұтқын болған екен. Ал Қаскелең бала күнде қазақтардың арасында өсіп ер жетеді. Оның артықшылығы да сол. Ол қазақтың дәстүр салты, тілі, ділі, әскери қимылдары, әскери тактикасы, стратегиясы туралы және қазақтардың әлсіз тұстары туралы өте жақсы білетін. Сонымен қанды шайқас екі жақтың батырлары арасындағы жекпе-жекпен басталады. Алғашқы жекпе-жекке жоңғарлар билеушісі Шамал хан Боралдайды шығарады. Екінші жекпе-жекке қалмақтар жақтан Қаскелең батыр қалып, қазақтардан шапырашты Наурызбай алға шығады. Бұл жекпе-жек қалмақ батыры Қаскелеңнің өлімімен аяқталды. Шайқас кезінде Наурызбай әлгі қалмақ батыры Қаскелеңді жебемен атып түсірді десе, енді бірден найзамен түйреп өлтірді дейді. Қалай болғанда да қалмақтың Қаскелең батыры қазақ батыры шапырашты Наурызбайдың қолынан өлгендігі тарихи деректерде айтылады. Ал енді бір тарихи деректерде Қаскелең деген ат қазақтың төл атауы екендігін және ел аузындағы мынадай аңыз әңгімені жеткізеді. Бұрынғы замандарда бүгінгі Қаскелең өзенінің бойындағы ауылда бір бақуатты байдың екі ақын келіні тұрған екен. Айналасындағы және алыс жақын елдерден келген талай өлеңші ақындарды жеңбей қоймаған екен. Содан екі келін қос келін атанып, сонымен қатар жердің атауы қос келіннің ауылы, одан кейін қос келін деп қысқартылып, қос келінді кейіннен орыстар өз тіліне бейімдеп, картографиялық деректерінде, очерктерінде Қаскелең деп көрсеткен деген тарихи деректерді алға тартып отыр. Қалай дегенмен де Қаскелеңнің тарихы әлі күнге дейін талас тудырып, нүктесі қойылмай келе жатқан тақырыптардың бірі. Бұл жерде біздің айтарымыз мынау: Қаскелең атауы туралы аңыз әңгімелерге сенесіз бе? Әлде тарихи деректерге сенесіз бе? Оны өзіңіз таңдайсыз. Тарих па? Ендеше оны тарих онлайннан тыңдаңыз.